Абрам Маркович Черкасскийді осы шығарманы жасауға шабыттандырған қазақ халық өнерінің екі аса көрнекті шебері мен керемет табиғат көріністері. Дина Нұрпейісова мен Жамбыл Жабаевтың шабытты келбеттеріне қараңыздаршы. 1941 жылы Қазақстанға келген Абрам Маркович біздің заманауи суретшілеріміздің бір буынын тәрбиелеп шығаруда маңызды рөл атқарды. Бұл суретке қарап, кейіпкерлердің табиғатпен бірлігін сезінуге болады. Сондықтан да автор олардың шығармашылық жағдайын сенімді түрде жеткізді. Кенепке пастозды жағу әдісімен түсірілген аралас түстердің алуан түрлілігі суретті мәнерлі етіп көрсететіні соншалықты, ол ұлттық тарихи контексттерді үздік туындылар тізіміне енді. Қазақстандық бейнелеу өнерін жоғары бағалайтындардың баршасына жақсы жаңалық бар. Енді қазақстандық ұлы суретшілердің осы және басқа да картиналарын артстордан көруге болады. The Frame-мен бірге өнерді теледидарда қосып қойыңыз. Сіз Дина Нұрпейісова домбырасының дыбыстарын естіп тұрсыз ба?